кезінде қазақтың төбе би болған Төле би бабамыз жоңғарлармен шапқыншылық бір кезеңдерінде жоңғардың қоңтайықшысымен келісім шартқа отырған. 14 жылға бір-бірімізді шаппайық, ел кішкене еңсесін көтерсін деп. Сонда еркек кіндіктінің жартысынан көбі қырылып қалған қазақ еліне үндеу тастайды. Жесір қалған әйелдер, тұрмысқа шықпаған қыздар, болмаса әйел өлген ер азаматтар бірін-бірімен қосып тезірек ұрпақтың санын көбейді. 14 жылда ер азамат дүниеге келген ол. Ат жалын тартып, қолына шоқпар ұстап, әскер қатарына қосылатын жас деп есептелген. Міне сол кездерде жасалынған бұның бәрі. Қосарландырып, жаңағы әйел алғызу. Бұл үлкен мемлекеттің саясаты болған.